Ассалаумағалейкум, қадірлі халайық. Бүгінгі кісен үзген сұхбатымызды Маңғыстауда өткізіп жатырмыз. Біздің еліміздің қонағы ортамызда Саят Ыбырай ағамыз. Қош келдіңіз аға. Саят ағамыз осындағы болып жатқан, Маңғыстауда өтіп жатқан Бекет атаға, Шопан атаға арнайы беріліп жатқан астың қонағы болып келді. Әкімдік шақырған болатын. Аға, біздің жерімізге, елімізге қош келдіңіз. Әуелгі бастама сөзді өзіңізге бергіңіз келіп тұр. Рахмет, кеше керемет жиынға осындай куә болдым. Алдында конференцияға да шақырған еді, баяндама жаса деп Маңғыстау әкімшілігі. Дәл сол кезде Конияда біздің үлкен өздерінің ясауи тобының концерті болуына байланысты мистикалық музыка фестивалі өте керемет жоғары деңгейде өтті. Соған байланысты келе алмадым. Енді мынау кеше Тобықты деген жерге өзімнің ата-бабаларым табан тиген жер ғой деп құмар едім. Соның бір сәті түсіп, өте керемет ас берілді. Маңғыстаудың елі ел екенін көрсетті. Шынымен де өте қатты ырза болдық. Тіпті былай сырттай қарағанда да біз ана үйлердің тігісіне қарап сүйсіндім. Мысалы бізде Шыңғыстауда Абай атамыздың тойында да көше-көше қылып тігуші еді үйлерді. Мына жерде алқа қылып кәдімгі дөңгелентіп 120 үй тігіпті. Сондай өте керемет елдің ықыласы атаға деген, тіпті керек болса бала көтере алмай жүрген жастар сол жерде қызмет қылып аталарымыздан баяғыда естуші едік. Сол қызметтің арқасында бала көтеріп едік деп, баяғы апалар әжелерден естіп едік деп, қаншама жастар сол нәрсені біліп, соның қадірін біліп отырғанына кәдімгідей тебіренеді екенсің. Өте жоғары деңгейде өтті. Шопан атаның және өзінің ұстазымен бірге атап өту керек деген, бұл да бір өте бір кереметтей. Мысалы, неге Абайды Тұңғышбай Ешен атамыздың асыменен бірге өткізбеске, мысалы, Құнекеңнің асын деген сияқты, ол бізді анау қасиетті ілімге қалай жалғайтынымызды бәрін көрсетіп тұрған бір өте бір өнегелі, үлгілі бір іс болды. Бұл енді жасалып жатқан, атқарылып жатқан істердің бәрі де әрине қазіргі біздің жастарға да, келешек ұрпаққа да бәріне де өнеге. Неге десеңіз, Светқали ағамыз кеше сахнада тұрған уақытта сөйлеп осы нәрселерді айтып жатты. Сырттан келіп жатқан неше түрлі идеология, жат ағымдар, біздің ұлттың, жастардың санасын улайтын, күллі ғұрыптан, әдеттен ажырататын, солардың бәріне қарсы тұратын осындай әрекеттерді. Әрине бір аспен ештеңе біте бермейді. Бірақ осы нәрселердің бәрі де кеше Светқали ағам айтқандай соларға қарсы қорған сияқты болып жатты. Ағам да кеше сахнада керемет үлгілі әңгімеңізді айттыңыз. Әдеттегідей тебірендік, біз де әсерлендік айтқан әңгімеңізге. Аға, өзіңіз де жалпы Бекет атаға байланысты конференция өтті. Сіз де ол конференцияға қатыса алмай қалдыңыз. Бірақ енді ол атамыз жөнінде, ол кісінің туған, қайтқан жылы жөнінде де сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз бар. Яғни жеке пікір деп айтуға келмес, әрине, дәлелді пікіріңіз. Сол нәрсені айтсаңыз, одан кейін жалпы әулие деген уақытта Бекет ата, Шопан ата болсын, Шақпақ ата болсын, қандай әулие болса да жер бетіндегі, жер жүзіндегі, күн көзіндегі, солардың бәрінің жасаған әрекеттері жүрек ілімі, оның ішінде кереметтерге қазір жастардың, қазір ұрпақтың сену, сенбеу деген мәселесі де бар. Осы бір екі мәселені қозғап кетсек аға. Ассалаумағалейкум, әлеумет. Маған ерекше кешегі астың жиынның құрманың әсер еткен несі. Бұл біріншіден Шопан атамыз пен Бекет атамыздың қосып өткені асты. Қалай болғанда да әлгі Бекет атам батасын берген Бекбол әулиенің 7-ші ұрпағы Қаламқас қарындасымыз себеп болғаны айтылды ғой кеше. Облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай бауырымның аузынан айтылды. Сонда енді бұл жерде Шопан ата кім деген мәселе шығады. Шопан ата бергі біздің жаңағы шалдарымыздың айтып қалдырып кеткен өсиеттерінде, әңгімелерінде, жырларында бұл кісі Бекет атаның ғайып бірі. Енді жаңағы қазіргі
өзің айтып отырған әртүрлі жастардың санасын улап бара жатырған жат ағымдардың айтуы бойынша өлі тіріге бірлік ете алмайды деген әңгіме. Ол осы пікірлеріменен Алланың Құранына қарсы шығып отыр. Себебі Құдай тағала Құранында Құдайдың жолында жүріп өлгендер яки әулиелер олар өлмейді дейді. Олар тірі. Олардың қалай өмір сүретінін сендер білмейсіңдер. Себебі сендердің көкірек көздерің соқыр. Соны көрмейміз. Бұл бір. Екіншіден, Шопан ата шын есімі Мұса деген кісі, Мұхаммед Ханафиядан тарайтыны, ол кісінің насабнамасы бәрі белгілі. Бұл кісі Әзірет Сұлтан әлі дүниенің темірқазығы Құтбұлақтап дүниедегі бірден бір. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың халифасы. Қойдың пірі. Ол кісі бүкіл осы адамзатқа қатысты ықпал ететін күштердің тірлік иелерінің бәрінің пірін жасақтап кеткен адам ғой. Сол кісі Бекет атам аян беріп, басына келіп 3 күн түнеп, содан кейін Ақыржаназыға шәкірт болуға аттанған ғой. Хиуаның Шерғазы медресесінде оқығаны белгілі. Ол медреседе осы Бекет атаға Шопан ата аян береді. Содан кейін Бекет атамыз маған келем десеңдер, бірінші Шопан атаға зиярат қылыңдар деп аманаттап кеткен. Ол қағида осы уақытқа дейін бұзылмастан, үзілместен жүзеге асып келе жатыр. Хиуаға барған ба сонда? Хиуада Шерғазы медресесі, Шерғазы ханның медресесі Ишанқалада қазір тұр, қазір мұражай ретінде ғана тұр. Оның үшін ол жерде кәдімгі Мақтымқұлы, Прағы, Зелиле, Кемине сияқты үлкен түрікмен халқының тұлғалары, жаңағы Қарақалпақтың Бердақ, Әжнияз сияқты шайырлар оқыған. Мына қатам шайыр Сейди осы Маңғыстауда жатқан түрікменнің шайыры, ұстазы рухани. Сол кісілер Яссауияның бір үлкен орталығы, отаны болған, әулиелердің ұстаханасы болған үлкен орда. Сосын мына Қаратаудың теріскейі, сонда Созақ Шолақ қорған Құмкент өңірінде Яссауи ілімін таратқан Қоңыр Сопы деген, Қоңырат тайпасынан руынан шыққан Қоңыр Сопы деген кісі болған әулие. Сол кісі де Бекет атаммен қатар оқыған. Оны ұрпақтары, қазіргі 7-ші, 8-ші ұрпақтары өмір сүріп жатыр, 9-ші ұрпақтары дүниеге келіп жатыр. Олар да бабаларын мақтаныш қылады. Біздің бабамыз Қоңыр Сопы әулие, Қожа Ахмет Яссауи жолының шайқысы Бекет атамызбен қатар оқыған деген әңгімені ұрпақтары қазір айтады. Не сондай, оның ар жағында біз білмейтін қаншама тарих жатыр. Сол жерде Бақыржаназы әулиеден дәріс алған ғой, сол кісіден пірленген. Ол кісі мысалы асатаяқ идеясы бар ғой. Әзірет Сұлтан мысалы 3 асатаяқты атты. Біреуін тұнау өздерін кеше ғана бабаның хикметтерін Алла дүниеге нұр қылып шашып келген Түркияның Коня қаласында өздеріңіз білесіздер, бастарына зиярат қылдыңыздар. Біз барып келдік. Сол жерде Қожа Ахмет Фақих деген құтып бабамыздың шәкірті, сол кісі бастаған 360 әулие Коняға барған. Ол жерде де сол мынау Маңғыстауда сияқты жер асты жаңа ханакалар әлі күнге дейін тұр күмбірлеп. Көрдік, барып көрдік, басын зиярат қылдық. Сол жерде жаңағы бабамыздың асасының түскен жеріне түріктер қазір не жасап қойған? Қоршап, құдығы бар. Сол жерге белгі орнатып, осындай жазып қойған тарихын. Біреуі мына Көніргеніште тағы да 360 әулие шығады. Мен кеше ат үстілеу сапшаң айтып кеттім. Сахнада енді бәрін ежіктеп, түбжіктеп тұратын уақыт жоқ қой. Сол жерде Нажмадин Күбір әулие бабамыздың шәкірті, сол кісі алған асатаяқ қазір сол жерде гүжім ағашы тұр. Сол гүжім ағаштың өскен жеріне түскен бабамыздың бір асасы. Бір асасы қазіргі Шопан атамыздың жатқан қонысы. Жаңа Ұлыкіндік, Ортакіндік деген таулар ғой. Соның ортасында тұр. Ол жерде ағаш, тұт ағаш өсіп тұр. Құдық
шыққан. Енді Бабық Мыңбай батыр қаздырған дейді, бірақ сол Бабық Мыңбай батыр да оны қазған кезде Таймас Ишанға, жаңағы Таймас Ишан сол жерде мына жағында Сұмсада медресе мешіт ашқан, Мыңбай батыр салып берген. Сосын ұрпақтарының бәрі Шопан атада шырақшылық қылған ғой. Сол құдықты сол асатаяқ түскен жерден қазған ғой. Міне сол үш асатаяқтың бабамыз, бұл туралы енді мына Серікбол Қондыбай ініміз көп нәрсе жазып кетті. Бұның символикалық мәні, рухани астары жөнінде. Мен оған қазір тоқталып жатпай-ақ қояйын, бірақ дәл сол үлгі, сол символ бұл Бекет атамада, Бақыр Жаназыға да қатысты айтылады. Енді Бақыр Жаназының лақтырған асатаяғын Оғыландыдан Бекет атам алады ғой. Қазіргі бұлақ содан шыққан. Мына Шипалы бұлақ. Енді осы үш конференция өтті Маңғыстауда. Мен үшеуіне де қатысқан жоқпын, реті келмеді. Және үшеуінің де ар жағында саясиланған исламның әрекеті жатты. Осы жердегі әлгі мына жат ағымдардың өкілдері бірігіп отырып, кәдімгі сол өздерінің идеологиясындағы адамдарға бас баяндама жасатты. Олардың бәрі сол қазіргі Өзбекстанның бас идеологиялық қазығы болып отырған Нақшбандия тарихатына Бекет атаны байлау мақсатында жүрді. Кешегі соңғы конференцияда солай өтіпті. Оны кейін жаңағы енді ақпарат бар, шүкір бар ғой енді. Олардың сөздерімен танысып отырмын. Бәрі болмағанмен сол ішінде негізгі бас баяндама жасаған теологтардың да ар жағында сондай саясат болыпты. Солардың бірі, енді бір қызығы, бұндай конференцияларға кәдімгі мәтінмен жұмыс жасайтын әлемдік сол саланың әбден бүкіл сырын білетін ғалымдар жасау керек қой бас баяндаманы. Жоқ, олай болмайды. Бұл жерде мәтінмен жұмыс жасай алмайтын, бірақ кешегі тарихаттардың тарихы қолмен жазылған кейінгі сол источниктерге қанып алған өздерінің саяси көзқарастарын тықпалайтын теологтар баяндама жасайтыны таң қалам. Мысалы, ол жерде Девис келіп баяндама жасаса, мәтінмен жұмыс жасайды. Ол жерде Бақтияр Бабаджанов келіп баяндама жасаса, олардың пікірі мен бұлардың пікірі мүлде қабыспас еді. Мысалы, Әшірбек Мүминовтер баяндама жасаса, егер бұлардың пікірі мен олардың пікірі мүлде қабыспас еді. Сондай баяндаманың кешегі бас баяндама жасаған теолог Бақыр Жаназы деген адам болмаған, ол пағырлық деген сопылық мақам айтып тұр бұл жерде деп, қысқасы Бекет атаны ұстазынан айыруға әрекет жасапты. Енді мен кеше Ақтан атамыздың сөзімен мысал келтірдім Бақыр Жаназы туралы. Ал енді бұдан бөлек сол 18-ші ғасырдың кітабы бар, Қилуат-и Суфуха деген. Сол кітапта Бақыр Жаназы туралы нақты дерек берілген. Ол кісінің Яссауидің шейх екенін, Жахри тарихаттың пір екені туралы мағлұмат сол заманның еңбектерінде бар. Демек, мұның бәрі жаңағы тарихаттар тарихын қайта жазған идеологияның біз соны тықпалап отырмыз қазіргі халықтың, ертеңгі ұрпақтың көңіліне. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтып отыр, халық көріп отыр. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілім екенін біздің ұстынымыз. Және түгел өз әр несіне мән беріп, яна қабір жапқышына дейін қайта жасатып, мысалы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне жаңағы қайта жөндеу жүргізу жөнінде қатты тікелей тапсырма пәрмендер беріп, осы біздің табан тірейтін байланған алтын қазығымыз Әзірет Сұлтан ілім екенін қадап айтып отырған тұста бізге келіп алып, қақ төрімізде отырып алып, мына көрші мемлекеттердің идеологиясын жүргізудің қандай
салдары, қандай себебі, қандай қатері бар деген әңгімеге біз тіке қарап жауап беретін уақыт келді. Бекет атаны өзінің бірі Бақыржан Азыдан ажыратып алу, ғайып бірі Шопан атадан ажыратып алудың ар жағында Әзірет Сұлтаннан ажыратып алу деген саясат жатыр. Енді мысалы, біз иман деген мәселенің өзінің жаңағы 70 бұтақ иманда бәрін сізге қидалла, абзалынан құрғалма, ла илаху илалла деп Әзірет Сұлтан бабамыз қадап айтады. Сол иманның бір бұтағы әулиеге иман мысалы. Сен әулиеге иманың жоқ болса, онда иманың бүтін емес деген сөз. Демек, қазіргі мына саясиланған исламның да ешқашан ислам деп атауға болмайды. Әулиелерді жоққа шығару, оның бәрі ширк бидғат деп әңгіме айту, бұл енді бұл ислам деген сөз емес. Бұл исламға қарсы жаулық қолдан жасалған жат мемлекеттердің жасаған саяси доктринасы екені қазір соқырға да саңырауға да мәлім мәшһүр болды. Мынандай сұрақ туады ғой, мысалы жұрттың көбі былай ойлауы мүмкін, жалпы салафизм, фундаментализм деген ол арабтардың өздеріне жарайтын бір нәрсе, бірақ бізге кеп тықпаламасын, бізде әулиелер культі бірінші орында тұрады деген. Олардікі оған келмейді, сол жері ғана кереғар деп бір былай жеңілдеу қарайды. Сіздің айтып отырғаныңыз сонда бұл тіпті исламның түп негізіне қарсы негізіне, түпкі негізі тамырлар, ұсыл тамырларына қарсы нәрсе. Әулиелер институтын жоққа шығару деген ол исламды жоққа шығару, жою. Және сол саясат арқылы исламды біздің қазақ ұлтының белгілі бір бөлігіне, кеше құдайсыз қоғамнан шыққан белгілі бөлігіне санасына сіңіріп, олар соның кесірінен бүкіл исламға жек көрініш оянып кетті. Мысалы, исламды бір арабтың діні ретінде қарау. Олар мына салафизмді бөліп қарамайды, күллі исламды жаңағы арабтың діні, араб құлдар кілең деп. Салафизм идеологиясы түпкі жасалу мақсаты да сол ғой. Мақсаты сол. Халықты діннен бездіру, жек көрінішті қылу. Жалпы исламнан бездіру. Бізді шаманизмге алып келу. Сол мақсатқа жетті қазір. Олар көп белгілі дәрежеде жетті. Ал енді жақсы. Мысалы, жаңа сіз айтып отырған Бекет ата, енді басқа, бірақ мысалы Абайды да біз барып, Тұңғышбай Ешен, Сарғалдақ билер бар, Ясауи атамызға жалғаймыз мысалы. Енді Бекет атаныкі енді айдан анық, күні кеше қайтқан адам, Түркістанда Қожа Ахмет, Мединеде Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекетте бүкіл адайдың жырларының барлығы түгел. Ас қайырғанда сол, бата жасағанда солмен бекітеміз ғой енді. Енді сонда бұл енді бүкіл біздің халқымыздық, ұлттық біздің кодымызға солай әбден бекітіп, осындай дау боларын білгендей жаңағы. Бекіген нәрселерге қарсы қандай күмән, қандай әрекет болуы мүмкін? Күмән иманнан айырады. Бұл нәрсе білместікпен жасалып жатқан нәрсе ме, жоқ әлде бұл жерде мүдде бар ма? Жоқ, енді жаңа айтып отырған әңгіме сол ғой енді. Біз салафизмнің қалай пайда болғанын жақсы білеміз тарихтан. Ол іске қалай қосылғаны, ол 1723 жылы іске қосылды. Содан бері әлемдің кәдімгі тұнығын шайқап келе жатырған қатерлі ағым. Оған ешкімнің дауы жоқ, оны кәдімгі Британ барлау басқармасы жасап шығарған, кімдерді қолданғаны бәрі тарихтан белгілі, енді оның бәрін қазбалап жатпайын. Бірақ осыған енді бұл идеологияны тық қалады. Кешегі қаңтар қасіретін ұйымдастырушыларды білесіз. Бұл идеологияға кәдімгі бұрынғы президентіміз соған кәдімгі соның қолшақпарына айналды. Оның айналасы мысалы, Қайрат Сатыбалдыларды экономикалық қылмыспен ғана жазалап, ана рухани ұлтымызға келген қасіретін айтпастан былай сылап сипап кетіп отырмыз ғой. Қандай себептері бар екені болашақта айқындалар. Енді аға, жаңа мен алдында ең басында сұрақ қойдым, жалпы Бекет атамыз жөніндегі. Сіз ғайып ұстазы, негізгі былай рухани ұстазы өзінің қол тапсырып алдында болған. Сол жөнінде айттыңыз. Енді тағы да білгіміз келгені, сіз енді басқа жерлерде айтып жазып та жүрсіз ғой, мінберлерде оны сөйлеп те жүрсіз. Бірақ енді дәл осы бейне таспаға халықтың алдында дәл осылай
сол мәліметтердің қалғаны да дұрыс қой деп ойлаймын. Туған, қайтқан жылдары мен сіз жаңа дәлелдеп айтатын пікіріңіз жөнінде. Одан кейін жалпы кереметтер жөнінде тоқталсақ. Мен оны айтқым келіп отырған себебі, кереметті қазір бір ертегі сияқты көреді де жұрттың бәрі. Яғни исламға иланған адамның өзі де, бес уақыт намазын оқып жүрген адам өзі де, бәрі де жақсы ғой, бірақ енді осындай ертегіге де адам сеніп отыра беруге бола ма деген сияқты сондай ойда жүрген адамдар өте көп. Сол нәрсені сіз айтсаңыз, яғни кереметтер жөнінде. Одан кейін ортамызда халықаралық Гумбольдт сыйлығының иегері, техника ғылымдарының докторы, профессор Саят Ыбырай ағамыз отыр. Енді ол метафизикаға байланыстырып айтып бере ме ол нәрселерді? Квантовый физикаға. Я болмаса философияның бір жерлеріне әкеліп қосып, сол жерлерден біздерге дәлелдеп бере ме? Неге десеңіз, халық көзімен көріп, қолымен ұстаған нәрсеге ғана сенеді. Ғайып нәрселерге сенбейді. Оған да қазір мысалды келтіріп айтқанын қалап отырмын. Сталиннің бір ғалыммен сөйлескен уақытта, ғалымның Сталинге берген жауабы бар. Сол нәрселердің бәрін айтса екен деп отырмын. Бірақ енді сіз жаңағы мен қойған сұраққа... Енді материалистік біз қоғамнан сол идеологиядан шықтық қой енді. Сосын оған мына ішетін, жейтін, искейтін, көзбен көретін нәрсе ғана шындық. Ал жаңағы пайғамбарымыздың ілімінен бізге жеткен ақиқаттар бар ғой енді. Мынағы үш әлем: ғалам сағир, ғалам кабир, ғалам әкбар деген мәселе. Бұл мәселелердің бәрі былай болып қалған. Мысалы, ғалам сағир кіші әлем, яки мен, ғалам кабир қоршаған әлем, ал ғалам әкбар ол ұлық әлем. Ол Құдайдың ұлық әлемі мынау. Енді оған руханият деп жүрген. Оған өту үшін ғалам сағирды меңгеруің керек. Оны меңгермей тұрып, елдің алдына шығып, бәдік айтқанның түкте пайдасы жоқ ешкімге. Қанша жерден теолог бол, қанша жерден доктор бол, әлемнің қаншама атақ даңқын ал, бәрібір оған сенің иманың болмаса, мен жаңа айттым, біз миғраж сапары туралы пайғамбарымыз иман келтіреміз оған. Сол сияқты 33 мың сахабаның алдында, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар көп болды ғой, енді 100 мың үстінде сахабалар болды, есептеп кетсек мысалы. Бірақ біз 33 мың сахабаны айтамыз. Неге? Ол себебі өзінен 400 жылдан кейін өмір сүретін, өмірге келетін, өзінің дінімнің ақырда жанатын жұлдызы деп кеткен Қожа Ахмет Яссауи бабамызға арыстан баптай досына аманат құрма тапсырған деп аталарымыз айтқан. Сол аманат құрманы тапсырғанына біз иман келтіреміз. Оған да иманымыз бар. Ал бұларға иман келтірсек, онда әулиелерімізге де иман келтіруіміз керек. Олардың да, мысалы, Алла Тағала мен ақ пайғамбарымыз миғражда жаңағы садақтың екі басындай болып кездескеніне, сұхбат құрғанына иман келтірсек, бізде Әзірет Сұлтанның, болмаса Бекет атаның, мысалы, таң намазының парызын, Меккеде, Мединада, Түркістанда оқып қайтатынына ешқандай күмәніміз болмау керек. Енді бұған күмәндансақ, онда иманымызға қауіп. Күмән иманнан айырады деген. Демек, бұның бәрі бұл бір тылсым әлем. Қазіргі жаңағы қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз деп Абайдың атамыздың торы қатынындай. Бұл бір бұлар өздерін білімдімін деп есептейді. Көзіміз ашық деп есептейді. Баяғы бізге психологиядан сабақ беретін, логикадан сабақ беретін Дайрабаев деген ұстазымыз Казгуде айтатын еді. Дүниеде көзі ашық көңілі соқырлардан қатерлі жануар болмайды деп. Сол айтқан көзі ашық көңілі соқыр қазіргі көп деген біздің ұлтымызды халық емес құбырға айналдыруға қызмет жасап жүрген тырнақшаның ішіндегі тұлғаларда сол қасіретті дерттің симптомдары бар. Дүниеде келген нәрсе кереметпен тұрады ғой. Әрине. Жаратылуың да керемет. Дүниеге келуің тіпті де керемет. Дүниеге келуің астың өтіп жатқан жері Тобықтыда Бекет атаның мешіті. Ол да бір кереметпен тұрған. Біз кереметпен салынған.
әрине. Осыны сол мешіттің салыну тарихы оған дейінгі болған кереметтермен қосып Енді айтып берсеңіз. мен жаңағы айтылып отқан көзіммен көріп қолыммен ұстағанына сенетіндердің ішіне кіріп тұрып сөйлейінші мен. Иә. Мен мысалы білетін себебім Бекет атамның Мырзаболатұлы Байсал деген кісіге бата беретінін білем, оғыландыны қазып отырғанда. Иә. Ол кісінің жаңағы әуп деп отырғаны. Осы әңгімеңіз керек болды. Иә, міне Бекет атам мына жақтағы оғыландыда төбенің мына жағында төбенің басында отырып әуп деп отырады екен. Сол кезде жаңағы ұрған қайла шоқыр шоттарын тек опырылып құлай береді дейді. Сол кезде енді Өмір Батыр, Бегей Өмір Батыр атақты. Тарихта ізі қалған, аты қалған, мына орыс деректерінде жүрген аты жөні. Атақты Өмір Батыр, Бекет атамның құрдасы. Ол кісілердің екеуінің арасында әзіл-қалжың әңгіме көп болған. Мысалы жаңағы түйесі шыңнан ұшып кетіп, баласы түйесі жайылып тұрып, баласы ойнап отыратын оқиға бар ғой. Иә. Оны осы жерге айтып беріңіз нақты. Иә. Көшіп бара тұрғанда, мына шыңнан шығып бара тұрған кезде шыңнан ұшып кетеді ғой түйе тулап. Сол кезде бесіктегі кебежедегі бала бірге кетеді. Содан я Бекет деп қалады ғой ана кісі. Я Бекет деп қалады. Құрдасы ретінде әзілдесіп жүргенмен сол жерде аузына құрдасының есімі ілінеді. Құрдас демекші, жалпы біз кеше Бекет атаның 275 жылдығы деп жатырмыз ғой. Негізі біз 300 жылдығын тойлап жатырмыз. Ол кісі кешегі Мұқан Сұпы әулиедей өзінің шөпшектерінің айтып қалдырып кеткен деректерінде ол кісі 90-ға жас жасап, жақындап дүниеден өткен. Ұзақ жасаған Жаналының ішіндегі 3 кісінің бірі. Біреуі Тақ деген 106 жас жасаған, біреуі қасында жатқан өзінің шөбересі Мұрын Сұпы 90-ға келіп дүниеден өткен, біреуі атамның өзі 90-ға жақылдап дүниеден өткен. 63 жасында пайғамбарымыздың өмірі, сосын Әзірет Сұлтанның сүннеті деп қилуетке кіріп кеткен. Біз ол әлемде де мысалы Әзірет Сұлтанның ғұмырының тең жартысы қилует депті ғой мысалы. Ол туралы да біз оны ертегі аңыз миф деп қана есептеп қабылдаймыз. Бірақ бұл кісілер замананың рухани патшалары болған адамдар. Ол патшаларға біз сияқты надан құлғытанның пікір айтуы нағыз көрсоқырлық, көрмәдіктіктің өзі болады. Енді сонда жаңағы қызметіне риза болып, Мырзаболатұлы Байсал деген кісіні Адайдың Жеменей тақтасынан Шылым Өрдек әулетінің Бөкен дейтін кісінің немересі. Сол Мырзаболатұлы Байсалды шақырып алады ғой, сенің қаба біздің Құрттаймыздан естіп өскен Тәленбай шалдан, Бәленбай кемпірден естіп өскен ақиқатымыз. Байсал қаба жанарың мұңды екен, перзентсіз болып жүр екенсің, қызметіңе ризамын. Аулыңа қайт, келер жылы бір перзентті боларсың. 1000 кісіге татитын бір кісі дүниеге келер үйіңде, атын 1000 кісі қоярсың деп батасын беріп жібереді ғой. Байсал мына Толыбай түбекте жатыр, мына қырға көтерілген жерде, Саятөстің бер жағында. Бейті, ұрпақтар түгел жасап жатыр. Ал енді сол 1000 кісіден тараған ұрпақ, 1000 кісіге атамыз туралы әңгіме ол өз алдына жатыр. Ал сол 1000 кісіден атамыздан тараған ұрпақ, ол 1000 кісі емес, 1000 сан кісіге айналып кетті. Ол кісінің ұл ұрпағы да, қыз ұрпағы да осы уақытқа дейін қазір қолыңмен ұстап отырсың, көзіңмен көріп отырсың. Мысалы, бір Тасқара деген кісінің анау Құралбек, Ақылбек деген балдары сипаса дертің жазылады, санағың бүтінделіп кете береді ғой. Қыз ұрпақтары қаншама, көзі түрі қазір. Тек дәрет алып 5 уақыт намазын ұстаса болды, бәрі келе береді қолдан. Ал енді жаңа Құралбекпенен, Ақылбекпен талай қолынан көрісіп жүрсің ғой, басқа ұрпағын былай қойғанда. Міне қолмен ұстайтын керек болатын болса дерек. Бекбол әулиенің алдында бірнеше рет, бір сарыөк болып, бір рет 2 сарыөк болып жолын бөгейді ғой. Бекбол атамыз келген кезде. Шоңай Бекбол атамыз. Мына Ұланақта жатыр. Ұланақта. Сол кісі соны ана қасиет киесіне риза болып бата береді ғой.
қасиетің жеті ұрпағыңа кетсін деп атам бата береді. Енді міне сол кешегі Бекет атаға Шопан ата, бірінші Шопан ата ұстазын қосып асты жасау керек деп кешегі ұлы жыңғыр жиынға себеп болған әлі күнге дейін қазір көз алдымызда қаншама дертті болған адамдарға қайыр тиіп отырған қаламқас қарындасымыз сол Бекет атам айтқан жетінші ұрпағы ғой Бекбол өлеңнің. Қолымен ұстап отырған жоқ па? Ал бұдан кейін не дәлел керек, не деп сандырақтауымыз керек? Мен мысалы кешегі сөзімді салдым әлеуметтік желіге. Соған бір адам бөлтеніп дей ме біреу жазып қойыпты. Алладан басқа ешкім шарапат ете алмайды деп. Ол діннен шығып кетті сол сөз арқылы. Құдай тағала Құранында Зухруф сүресінде айтады ғой. Құдайға жеткендер менің достарым шарапат етеді деп. Сенің я Бекет қолдай көр, я болмаса кеше өзіңіз барып келдің. Тура Мәулана Руми бабамыздың туған күнінде барып зиярат қылдыңдар. Ал маңдайында жазулы тұр ғой енді. Я Мәулана деп. Я Шамс Табризи деп. Я Хазірет Мәулана деп жазулы тұр. Алтын әріппен жазулы тұр. Оны өзің жаздың. Бұл Бекет атаның басына бүйтіп қазір жаза алмаймыз деп. Себебі Әзірет Сұлтанның хикметтерін салсаң, бүкіл әлем қолпаштап құттықтайды. Мынау қандай ғажап дүние деп. Тек қана қазақтар ғана, қазақтың ішінен шыққан шадырқайлар ғана мынау бидғат, мынау ширк, кәпір деп жазады саған. Демек, бұл бәле ең негізгі сол күшін осы Қазақстанды, қазақ халқын ірітуге жұмсалған сияқты тағы да. Кешегі 20 ғасырда қазақ халқын құртып жіберуге және үкіміміз шығып қойды ғой. Жасалып қойды. Үкіміміз 30 жыл жойылатын ұлттардың ішінде қазақ жүр. Одан да аман шықтық. Енді тағы да тәуелсіздіктен кейін міне осы бәле біздің осы алас шөгінді біздің ұлтымыздың жүрегіне келіп, сүйегіне келіп шөкті. Осы қара бәле. Оны өзіміз күнде көріп отырмыз. Енді бұны серпіп тастау үшін осы әулиелеріміздің алтын шынжырына жабысқаннан басқа амалымыз жоқ. Мына замананың қара дауылы бізді жапырақ күздің жапырағы ұқсап жұлып әкетіп жатыр. Оның жұлынбайтын жалғыз күшті оны да беріп қойды. Ол осы топырағымыздағы алтын шынжыр. Енді сөзіңді осы көктемде кешіріңіз, мысалы Яссауи атамызға қатысты өте үлкен конференция өтті. Президенттің тапсырмасымен өтіп жатыр деп айтты. Мен сол жерде қатысуым керек еді, қатыспадым. Баяндама жасамадым. Себебі айтылды, Яссауи туралы айтасыңдар, дін туралы айтпайсыңдар деп. Ол сондай, ол қандай ұстаным, бұл қандай логика бұл жерде. Әлі күнге шейін келе жатқан осындай. Енді ол жаңағы алмағашы туралы айтасың, бірақ алма туралы, я болмаса алма туралы айтасың, алманың ағашы туралы айтпайсың. Эйнштейн туралы айтасың, физика туралы айтпайсың деген сияқты нәрсе ғой енді. Әзірет Сұлтанды діннен айырып алу деген онда не мағына қалады онда? Онда ана жемістің дәнінен бүгінгі қазіргі адамзат ұрпағы түгел біз қаусап болдық, қаусап біттік. Адами потенциалымызды сарықтық біз. Құдайдан безіп кеттік, Құдай өлді деп хабарладық. Айттыңыз ғой, енді тіпті жынысымыздан айырылып. Діні сұлдан, кеше айттым, діні сұлдан айырылып едік, жынысымыздан айырылып масқара болдық қой енді адамзатқа. Енді кешегі жаңағы дәретсіз кәлем ашпаған, осылсыз қадам баспаған деген бабаларымыз бен аналарымыздың ұрпағы қазір сәл әсірелеп, сәл артық ауыр айтқанда көтін ашып, күлін шашып, күлемге күлкі болып кетті ғой. Әлемге үлгі болған ұлт халықтың ұрпағы. Бұдан 5000 жыл бұрын адамның миына ота жасаған ұлттың біз ұрпағымыз ғой. Ал енді осының бәрі сол өзіңнің алтын қағидаңды. Кеше жаңа менің Күйкентай мен қарғасы екі жақтап деп Абай атам айтқан. Кеше менің сөзімнен кейін бір бейбақ жаңа көріп отырмын, сандырақтап мені жоққа шығаруға тырысыпты. Ол мені жоққа шығара алмайды. Мысалы. Қыран бүркіт не алмайды, салса баптап. Жұрт жүр ғой. Мен қыран емеспін. Күйкентай мен қарғасы. Мен қыран емеспін, бірақ қарға да емеспін.
Себебі күйкентай емеспін. Себебі мен мынау қырандар самғаған, қырандар саңқылданған қарлы құздарда бүкіл тауды тебірентіп саңқылдай алмаспын. Бірақ мен мына бауырында жүріп шаңқылдаймын. Себебі мен мына шалдарға иман келтірген адаммын. Мен осы кісілердің ілімі ақиқат екенім, адамзат баласына осы кісілердің жетпей отырған нәремі бар екенім, мен соған ақиқат күмәнім жоқ. Мен кешегі бірінші ұлттық құрылтайда Жошығанның басында президентімізге айтқам. Міне осы жерде, және сол кезде әкім болғанына 7 күн болған Берік бауырыма айтқам немді. Назар аудар. Ұлытаудың тумасы. Иә, міне Ұлытауда мына жерде Жыланды дейтін жерде Балмағамбет Балқыбайұлы деген атамыз жатыр. Ол кісінің артында 2 том еңбегі қалды. Соң кіші перзенті көзі тірі. Осы кісілердің іліміне неге шіркін-ай бір назар аударылмайды? Соған кім? Берік бауырым, сен енді осы жерге әкім болып келіп жатсың. Руханияттың тұлғасысың. Көзің ашық, көкірегің ояу азаматсың. Осы мәселені бір қолға алсайшы деп президенттің алдында тұрып айтқанмын мен мысалы. Ал енді міне жаңағы мені сонда бұл жұрт енді көп білмейді ғой. Тіпті мүмкін бірінші рет естіп отырған шығар. Мынаны 2005 жылы нешінші жылға дейін зікір салып келген? Я міне бұл кісі 67 жылы дүниеден өткен. Ол кісінің соған дейін жария зікір. Мен ол кісінің ана Жыландыдағы қазір иесіз тұрған үйінде 2 рет болдым. Өздеріңде болдыңдар. Қаныш Сәтбаевтың досы. Қаныш Сәтбаевтың досы емес, Қаныш Сәтбаевтың ұстазы болған адам, рухани ұстаз тұтқан адам. Кәкімбек Салықов ағамыз осы кісінің қолына су құйғанын мақтан қылып өтті өмірден мысалы. Ал енді осыны жаңағы Құсман Игісін деген радио, қазақ радиосының ардагері Ақсақал ағамыз бүкіл қолжазбаларын араб қарпінен осы неге аударып мынандай ұлы еңбек қалдырып кетті. Бұны 2005 жылы Дидахмет Әшімхан ағамыз өзінің баспасынан шығарды мына кітапты. Құсман аға осы кітаппен жәннатқа кіреді ғой. Иншалла сол кірсін. Иә, мұндай еңбек қалдырып кеткен адамнан енді жәннатты қызғанбаймыз ғой. Ал енді және қызығы осыған дейін осы бір үлкен соққы болды мына біздің жаңағы руханияттың жауларына. Бұлар соған дейін мына зікір дегенді, зікір туралы жырларды Сматулла ойлап шығарған. Я қанша әулиелердің шығармасында тұрса да, оны көзбен көрмей көздерін жұма қалады ғой. Мына Маңғыстау жырларындағы осыған қатысты жырларды Светқали шығарған деген сияқты әңгімелерге жұртты нандырғысы келді. Иә, сіз шығарып, сіз қосқан сияқты. Күйкентай мен Қарғақая, олардың менің қыран емес екенім, Күйкентай қарғы емес екенім қандай анық болса, олардың Күйкентай құзғын екені сондай анық. Оған мен күмәнім жоқ. Мен солар сөйтіп келді. Бірақ оның бәрін мен бұл ғибадат туралы толық мағлұматым жоқ кезде шығып қойды ол еңбектердің көп. Оны Жетібай Жылқышұлы Ақсақал иманды болсын. Оны Сайын Назарбеков қаржыландырып шығарып жіберді 95 жылдары. Мысалы, қанша дүниені. Сол сіздің зікірден хабарым. Мен зікірден былай хабарым енді Әзірет Сұлтанның шығармасын оқығасын, бұрынғы шалкемпірлерді көргесін жалпы хабарым бар да, оның формасы қандай, қалай салынады ол туралы хабарым жоқ, ұғымым жоқ қой мысалы. Мысалы, солардың ішінде жаңағы Қашаған атамыздың кәдімгі Алашқа даңқы жайылған, қайыртпай кеткен Қашаған Күржіманұлының мына Тұреке Қазірет Қызылсуда ілім ошағын ашқан. Тұреке Қазірет, халқы Тұреке Қазірет деп құрметпен атайды. Осы уақытқа дейін Сарбек әулиенің баласы Адайдың Мұңал Бәйімбет Көрпе дейтін тақтасынан шыққан. Тұреке Қазіреттің бала перзенті қазақтың тұңғыш ұлы геологы Оразмағамбет Ахун. Ол кісінің қалдырып кеткен еңбектерінде бұл жақри зікірді қайдан үйренген, қалай салғаны, қайтып жайған туралы өзі ана Иран Шахы Пехлевиге жазған хатында жазып кеткен. Оны мен жазған жоқпын. Оны ол кісінің өзі қалдырып кеткен. Енді мысалы, соның үшін жала жапса, олардың да үстіне жала жауып. Әрине, оларға да жала жауып жатыр ғой. Сол келіп Қашаған атамыз сол Қызылсуға бір қыстап Оразмағамбет Ахуннан. Сонда Тұреке Қазірет пен Оразмағамбет Ахунға арнап қоштасарда толғау шығарған. Ол толғауда да сол кітаптар жарияланған. Соның ішінде аллалаған пір өткен, туына жұртын түн өткен, жария зікір тасбиқ мешіттің ішін гүл өткен. Қағра Расулының сүннетін Қожа Ахметтің міндетін өшіре көрмең жүректен деп біз есалаңдарға айтып кеткен. Енді оны Светқали шығарса, онда менде
қашағаннан дәрежем кем емес шығар, Құдай сақтасын. Ал аға былай қылайықшы. Иә. Жалпы енді әңгіме осыған келіп қалды ғой енді. Зікір дейтін зікірді салады, зікірді қылады. Бұның дәлелі бар, дәлелі жоқ. Біздің аталарымыз жасаған, жасамаған, аталар деген атамыз жасады деп адасып кете бересіңдер ма деген сияқты енді әртүрлі нәрселер айтыла береді. Қоғамда бұндай қоғамда сонау қызылдың қолтығынан қойыннан шыққан қоғамда өмір сүріп жатқан біздің замандастарымыз, бізден кейінгі адамдар болсын, қандай пікір болса да шыға алады ол жерден. Оған ешқандай оған. Енді мен сізге бір ұсыныс. Қазақстанның картасын былай жұрт кез келген адам елестете алады ғой енді. Ол күнде көріп отырған нәрсесі. Сол карта бойынша былай көктеп өтсеңіз, Маңғыстаудан бастап Сырдың бойына былай қарай, мынау батыс облыстардан айналып келесіз бе? Соткында бере қойшы. Не болмаса шығыстан бастап бері қарай батысқа келесіз ба, түстікке қарай ойысасыз ба, терістікке шығасыз ба? Дәл солай осы қазақтың жақсы біз дін адамы емеспіз, діни басқарманың өкілі емеспіз. Біз енді аяттан, хадистен дәлел келтіріп жатпай-ақ қояйық. Енді олар сол кісілердің ісі, сол қауымның, сол шаруамен айналысып жүрген ғалымдардың, молдалардың, имамдардың ісі. Біз таза осы ауыз әдебиетіндегі, осы руханияттағы, осы жырдағы мен жырлаған, сіз өзіңіз шығардыңыз сол шалдардың жаңағы айтып отырған баяғы кәдімгі дұрыс руханияттың тінін ұстаған аталарымыздың қасында жүріп естіген нәрселеріңіз, Саят ағамыздан мысалға. Кешіріңіз, мысалы, осыны сіз айтып отырсыз ғой, мынандай ой мен таң қаламын, таным деген нәрсеге. Абай атамыз айтады ғой, ақылды қара қылды 40-қа бөлмек, әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да, қазы да өз бойында. Наданның сүйенгені көппен дүрмек. Мынау ваххабизм деген нәрсенің дәл қазір біздің мәдениетімізді қаралау, жоққа шығару деген үрдістердің түпкі себебі надандықта жатыр ғой, келісесіз ғой. Сонда енді осы зікір деген нәрсе қазақта болды ма? Ол туралы кім не айтып кетті деген сұрақ қойып, сәл өзі бір ізденсе, кез келген адам тауып алатын нәрсе. Және айдан анық қылып, оны жария зікірдің дәлел деген кітап қылып тұрып кезінде қанша жыл болды? 20 жыл бұрын жазылды. Бірақ шынымен бұл нәрсенің түбі не өзі деп ізденуші болмай тұр ғой, көрдіңіз бе? Біздің не себепті осынша біз білімсіз, осынша надан, көппен дүрмек, кім көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Қабыл Иса жырау Асанұлы, Жалайыр елінен шыққан әулие. Қабан жырау атанған. Сол кісінің жыр хикметінде, сыр хикметінде нұрынан Хағрасулдың бина болып жаралған жер жүзіне барша халық. Мақұлқаттың кейбір көзгілінбес қисабы баршасының өзін анық. Қисапсыз құрт құмырсқа шыбын шіркей Аллаға жалбарынар зікір салып, арасы жақсы жаман жермен көктей, ақылмен ойлау керек зейін салып. Мәселе сол ақылды іске қосалмай жатқан ауру дерттен болып отыр ғой. Енді Мәшһүр атамыз айтады, сол түсікке қарай айналайық. Жаңағы бесеу деп айта алмадым, 5 жасымда атамның жүруші едім арқасында. Илалла, Аллаху, Аллах айлап отырдым жақсылардың алқасында дейді. Ал, ол не деген сөз? Оның Әзірет Сұлтанның зікірі, жария зікір. Илалла, Аллаху, Аллахай деп салатын зікірі. Енді қабан жырау бүкіл құрт құмырсқа түгел бәрінің зікір салатын айтып отыр. Сен адам басыңмен, Құдайдың қалипасы басыңмен оны жоққа шығарғың келеді. Оны Сматул ойлап шығарған, мұны Светқали ойлап шығарған. Мен ондай құдіретті, ұлық әкбар ғибадат деп Құранда жазылған зікірді шығаратын болсам, Құдай сақтасын, мен мына подкастта отырмаймын мен. Басқа бір әлемде жүрем ғой. Мүмкін 4-ші қатта Ғайса алейхиссалам қасында жүрем бе? Құдай біледі оны. Мысалы деймін ау. Енді 3 ауыз қалдым, бісмілләні. Бісмілләні. Құран оқып білдім мәні дейді. Бұл Мәшһүр Жүсіп атамыздың. Яссауи Құлқожа Ахмет зікірімен, хикметімен жүрекке төгілді нұр хош кәләмі дейді. Мәшһүр атамыздың.
Қожа Ахмет Яссауи хикметінен төгілді. Көгілген нұр, хош кәләмі. Ал ол солтүстігін солай кетіп жатыр. Енді былай қарай жылжысаң, Әбубәкір кердері атаң. Мысалы біздің Маңғыстау халқы адай елі Әбубәкір кердерін кәдімгі бір әулие санайды, әуелден, ежелден әулие санайды. Атырау бәрі. Кез келген шал Әбубәкір кердені Әбубәкір дейді. Және жаңағы жыршылар жыр айтып отырса бұрын. Шырағым Әбубәкірден айтпасаң аулыңа қайт деп айтып жататын. Әбубәкірге тіреп айт шырағым деп. Мына басқа тұзы жоқ, су сөзіңнің қажеті жоқ деп кәдімгідей көңіліне қарамастан талай жыршының керін сорғалатып қойғанын көзіміз көрді. Ал сол Әбубәкір кердері атамыз не қыл дейді? Әлеумет намаз оқыңыз, жамағатты құрсатып, зікір тасбих айтыңыз, қатқан көңіл жұмсартып дейді мысалы. Көкірек тас, ұрсаң шоқыр, Алла хайлап, мақшарда міскін басың, алар байрақ. Тірлікте сұм нәпсіге бой билетсең, иманды шайтан кетер талапайлап. Сондағы кешегі кеңестік кезеңдегі кітаптарында Әбубәкір кердерінің шыққан еңбектерінде, мысалы Қазағым жинағында шоқыр ұрсаң шоқыр дегенді түсінбеген, шүкір деп қойған шоқырды. Алла қайлап дегенді алақайлап деп қойған. Енді бұл әлгі Хикметті Әзірет Сұлтанның жаңағы қимат берсең, сұм нәпсіге ұрсам табар. Егер сен мүмкіндік берсең, Алла тағала, мен сұм нәпсімен балта ұрайын. Мына орыстың тапыр деп жүрген табар деген түрік сөзі көне. Ұрсам табар дейді. Сол әңгіме. Шоқыр деген ол да сол. Шоқыр мынау қайланың. Қайла ма? Қайланың бір түрі. Мына нәпс жүрекке жаңағы зікірменен, Алланың есімдеріменен жүрекке ұрып, шайтан мен нәпсіні жүректен қуып шығу. Сөйтіп кәміли инсан дәрежесіне жеткізу, толық адам дәрежесіне жету. Хикма илахия ілімінің құралы. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз нетіп кеткен хикма илахия. Жүсіп Баласағани бабамыздың айтып кеткен жауан мәртілік. Ол жаңағы тарихат 10 мақамындағы футуаттық деген мақам. 9-шы мақам мысалы. Жаңағы мына не? Құсыни құлық. Құсыни құлық. Құсыни құлықты туғызатын, көркем мінез құлықты туғызатын, осы бойдан ашуды кетіретін, иманыңды күшейтетін, жеткізетін әдептер, мақамдар. Ал енді Әбубәкірден бері қарай. Әбубәкір кердері сыр бойы тұнып тұр. Мысалы кім Сейітжан ақын Бекшентайұлының шығармасында Марал Ишанға арнаған жырлары белгілі. Енді мына кім баяғы Исатай Махамбетке бата беретін Шайтым ақын Мұңайтпасұлы, оның да жаңағы жырларында тұр бұл ғибадат мәселесі. Мына адай жырауларында тұнып тұр. Оны бәрі кеше ана жерде де айттым. Мысалы кеше ана жерде уақыт созылып кететін болғасын көп мысал келтірген жоқпын. Енді сен менің әкелерімді білесің. Кешегі Тобықтының мына қарсы бетіндегі жарылардың пантеоны бар, Қаратөбеде. Сол жерде жатыр мен Құрым дейтін әкем. Сол Құрымның немере шөбересіне дейін 40 ақын шыққанын білесің. Мысалы сол Құрымға арнаған жырында кім Ізтілеу Орынбекұлы бәйбіше жеменей Алланың нұры жаусын Жетібай жылқышы ағамызға осыларды бізге жеткізіп кеткен. Сол Құрымға арнаған жырында кім бар десең адайда 40 ақынды Құрым бар. Құрым сенен жасқандым дейтін себебім қараңғыдан жолда шыққан, көкіректен көзді шыққан, қақтан келген ылым бар дейді. Алланың досты Мұхаммед, сәруар басшы Қожа Ахмет, оғыланды да пірбекет үйреткен солар білім бар. Иннұла бірар лафи нағим деп шашатын гауһар дүрің бар. Құрым 40 ақын бұлшықты қақ қаламын көтерген лебізі тәтті шекерден. Кем емес дейді нұрлары Қызыр Ілияс нөкерден деп. Мысалы, мадақтап кетті. Осындағы қараңғыда жолда шыққан, көкіректен көзді шыққан жаңағы
әңгіменің бәрі мына Әзірет Сұлтан бабамызға барып тіреледі ғой енді. Иә. Одан кейін жаңағы тағы да Жетібай Жылқышұлы ағамыздың қабіріне нұрлы сәуле болып түссін жасаған ісі кімнің кезінде мына Әспенбет деген бір жыршы атамыз болған. Мен сол кісіден естігенмін әуелде. Құрықта тұрды. Шәтейұлы. Әкесі Шәтей деген үлкен жырау болған. Сол кісінің сол құдасы досымылы Жаманадай ғой, Жаманадай сүйіндіктер. Сол кісінің жаңағы ғанилар кірінен, яки мырза, сақи, жомарттардың дәулетінен, кірінен деген. Сопылар зікірінен айырылған заманда айтқан толғауы деген толғауын кеше сахнадағы айттым мысалы. Кәуірден патша болған күн исламнан дін кетті, мұсылманнан күн кетті, ақ жолға түсті ноқталық, күннен күнге ел азып, көкірек тозды таттанып. Неге азғанын қараңыз. Әулиесі қойдай маңыраған, тағы да маңырау шөп тұр. Кәдімгі ла илаха иллаллаху, ла илаха илаллах деп кәдімгі енді осы жүздеген дауыс болып неткен кезде кәдімгі қоңырдан қой өргізіп көшкен елдей болып маңырамай ма мысалы? Ал енді басқа не деп шулайды ол? Басқа не? Әулиесі қойдай маңыраған Маңғыстаудың ойында дәріс айтқан ғалымдар жария зікір топталып. Уәлилердің сесімнен шайтандар қашты, от қарып. Шайтанды өртейтін от осы Алланың ұлық ғибадаты жағри зікір. Ал енді содан кейін айтады, кәуірдің салған кәрінен осы жақсы әдет қалды, тоқталып, адасты сөйтіп көп халық дейді. Міне, құзғындар менен күйкентайлардың аспанға ұшып шыққан себебі осыдан. Айырмасы болмады шайтан мен адам жұпталып дейді. Жұпталмаған несі қалды енді? Жынысыңнан айырылсаң, бүкіл ділі сұлдан айырылсаң, шайтанмен жұпталмаған нең қалды? Соның іс-әрекетін жасасаң. Енді сосын айтады, көкірегімді сөгейін, көздің де жасын төгейін. Ата-бабамның қайран жол ізделер бір күн жоқталып дейді. Енді міне біздің әрекет сол қайран жолды іздеу, соған жалғану әрекеті. Енді оны жалғатпау үшін қаншама күш қарсы жұмыс жасап жатыр ғой енді. Міне бізбен осы ең үлкен күштерді, мемлекеттің үлкен күші. Енді Нұрсұлтан Назарбаев деген 30 жыл басқарған адамды бізге қарсы қара балта қылып салған, шапқанын енді өздерің білесіңдер ғой. Жұлын жүйкелеріңмен міне соның 8 жыл түрмесінде отырып шыққан адам төріңде отыр ғой. 7 жыл қуғын сүргенде жүрген өзің отырсың ғой енді. Мысалы. Ал енді осылар жалғасып келеді. Енді оның бәрін қазір айтып жату мүмкін емес шығар. Бірақ мен әр жерден шымқып мысалдар келтіріп отырмын. Енді мысалы мынау жаңа мана айттым ғой, осыларға бір тоқтау болған осы кітап деп. Себебі тұна Ұлытауда жатқан Балмағамбет Балқыбайұлы деген атамды мен мына кітап шыққанша білген жоқпын міне. Ал енді осы сөзіңіз аузыңызда. Енді Маңғыстаудың жырларының арасына сіз қосты десе, мынаған қосты деп айта алмаймын. Мына осы мен тоқтау салып кетті дегенім осы. Кәдімгі өзімнің дардай осы подкастқа кісені жүргенге қатысқан бір досым, бір ағамыз, сол аналардың әбден әңгімесіне сеніп қалған ғой. Жаңағы Күйкентай құзғындардың. Содан кейін мына кітапты үйіме келгенде 14-ші жылы Фариза апамның 100-ін берге отырғанда мына кітапты көрсеттім ғой. Сен бұл кітапқа қатысың жоқ па дейді. Қалай қатысым болады? Мен Ғұсман Игісін деген адамды радиодан дауысын тыңдағаным болмаса көрген жоқпын мен. Мен қалай мынандай дүниені, мен мынаны қалай жасап шығарамын? Мынаның ішінде мысалы осы кісінің конференциясында Жезқазғанда өткенде 10-шы жылы көктемде. Сонда кәдімгі Әшірбек Муминов үлкен тұлғалы ғалым айтты. Мына 2 кітапты ақтарып шыққанда деді, мына көптеген көне кітаптардың арқылы жазылған дүниелер ғой, соны қазақ тілінде жырға аударып уәзінге түсіріп жазған мына кісі. Осы кітаптардың біреуі қазіргі қолданыста жоқ деп. Демек жойылған. Мына пайдаланған еңбектер. Яғни бұл кісінің пайдаланған қайнар көздері қазір жоғалып кеткен ғой. Ғылыми тілден қарапайым халық ұғатын тілге аударған ғой. Ал сол кітаптар қазір ғылыми айналыста сол бүкіл майын ішіп, жаңағы мағызын жұтып жүрген Әшірбек Муминов конференцияда айтты ғой. Куәсіңдер ғой.
Ал енді мына қазір сөзіңіз аузыңызда. Мына дәл осы кітап осындай болып түптеліп кәдімгідей керемет осындай қапталып шықпай тұрған уақытта бұл брошюрка болып шығып жүрді. оны көрген жоқпын мен. Оны Шахризада дейтін бір қырғыздың қызы қазақтың келіні сол шығарды. Ең алғаш. Міне осы кітапта бұны айтып тұр. Қожа Ахмет Яссауи силсаласы силсалам, атын білген бар ғалам, 18 мың ғалам атын білген. Қалафылық қылып ол затқа сөз айтпайды бір кәлам дейді. Ешкім оған бір күмәні, адам баласының күмәні жоқ дейді. Ал сондай ұлық әулиемізді 900 жыл бойы денесі шірмей тірі жатқан әулиеміздің кесенесін теуіп жүр ғой сенің, мысалы бір ұстазың. Аяғы сыңғыр деп айтсам, маған жұрт айтады, сіз қатты кетіп қаласыз кейде деп. Мен сындырмаймын ғой, бірақ анандай ұлықтың кесенесін теуіп тұрған аяқ туралы не айтуға болады? Не адам пікір келеді мысалы, қанша көркем құсын ұйқылық иесі болсаң да. Мына зиратты құртпай біз қазақ мұсылман қыла алмаймыз, адайлардың крутой шалының жаңағы мешіттерін құртпай деп бекет атамды. Жаңағы жағы сыңғырлы, аяғы сыңғырларын айтып жүргені. Бәрің де куәсіңдер. Енді сол кісі міне дәлел 18 жыл раузатқа имамлық қылған еріміз дейді Әзірет Сұлтан туралы. Бұл раузат деген жаңағы пайғамбарымыздың зияраты. Пайғамбарымыздың Мәдинадағы зияратына 18 жыл имамдық қылған екен бабамыз. Міне осы кітаптағы ақиқаттан біз біліп отырмыз. Ақиқат тәуба деген жырында. Ал жүзіндегі дүниенің қасиетті жеріміз дейді жарықтық. Сонда мына Тұран даласы жер жүзіндегі ең қасиетті жер екен. Себебі онда әулиелердің сұлтаны жатыр екен. Түркістанға бауырыма тасын ұрып Түркістанға келдім міне деп өзі жазғандай бабамыздың. Ал айталық тәхлил үн салып тарқарма іштен шеріміз, қарлығып дауыс маңдайдан сорғаласын теріміз, зікір тәхлил көп айтқан қашар шайтан қалықтан, қашқандай шабақ шашырап шортан атты балықтан. Ей достарым, келіңіз жиылып зікір салайық, куә болар мақшарда тыңдап тұрған қалайық, халық қатарлы қызмет қып сыбағамызды алайық, сүннетін айтып Расулдың кәусарынан қанайық, үмбеттікке мұнан соң өзімізді санайық. Зікірші хақтың досы деп айтқанына нанайық. Бізді діннің дұшпаны қылып жүр ғой қазір зікірші болғаным үшін. Мына жаңа Күйкентай құзғындар. Ал мына кісі айтады, зікірші хақтың досы деп, Алланың досы дейді зікірші. Айтқанына нанайық. Хақ жолына ғашық болып тірідей күйіп жанайық. Заманында болмаған теңдесімен тұстасы, жазуға ғазал ғалымнан артық еді ұстасы. Тахлил жайын сипаттап, ұзын емес қысқасы, қолымен жазған тәбәрік көрсеңіз мынау нұсқасы. Ла илаха илаллах, ла илаха илаллах. Міне бұндай мысалдардың шеті жоқ. Бұл кітап енді содан ғана тұнтқырған нәрсе. Сонда 18 жыл раузатқа бұл кісі өзі шәкірттері бәрі сол жерге Меккедегі, Мединедегі неге имам болған деген нәрсені айтып тұр ғой. Имам әмір болған бұл кісі. Бүкіл ислам әлеміне имам әмір болған. Дәл сол заманда халифат сол Мәдинеден басқарылды. Иә. Енді және бұл кісінің бүкіл жаңа 99 мың сәруар, 88 мың сәруар, 99 мың машайық, 12 мың ханзада осы кісінің шапағатымен Құдайға жеткен. Солардың бәрі әлемге осы ақиқаттың нұрын шашып, Индонезиядан бастап мына жақтағы Анадолуға дейін, ана Ертұғырыл фильмінде жаңағы Махмұт Әфенді деген кісі жаңағы кәпірлердің қоршауында қалып өлім халінде тұрған кезде Ертұғырыл барып өзін құтқарып алып шығады ғой. Сонда айтады ғой, сіз бұл жерде мына Византияда мына кәпірлердің елінде не қылып жүрсіз деп. Мен Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімін жайып жүрмін дейді. О жақта. Ал енді сонда Ертұғырыл айтады ғой, бүйтіп басын дейіп. Біз бәріміз де Қожа Ахмет Яссауидің жолына құрбанбыз. Иә, жанымыз құрбан деп айтады. Иә. Ал енді сол ілімді жайғандар кеше көріп келдік қой, мысалы, Румынияға дейін, Европа, Карпат тауларына дейін, Үзі дарияларының бойына дейін жайылғанын шығып жатыр мысалы. Ана Еділ бойындағы Әзірет Сұлтан машайықтарының қандай жайғанын ілімді. Енді оның бәрін қазір тастиықтап, түбіжіктеп айтып жататын уақыт. Жақсы бір жаңалық. Біз осы жол Түркияға барған сапарда
осы бүкіл тариқаттардың барлығының түбі Қожа Ахмет Яссауиге барады, басқа дауды қояйық деген нәрсені түрік бауырлардан, түрік ғалымдарынан естіп келіп отырмыз. Бұл да бір жақсырым, жақсы жаңалық. Мысалы, баяғыда 98 жылы Германияда жүрмін, жаспын. Менің отельде, университеттің қонақ үйінде, көрші неде Бангладештен келген ғалым жатты. Содан енді мен 98 жыл жасым 32-де жаңа намаз оқып бастап үйреніп жүрген кезім, жаңағы Мұхаммед Бұхоян деген профессорның Бангладештің. Сол намазға қатысты бір нәрселерді сұрап барам. Сөйтсем, анау ұялады маған бірдеме түсіндіріп айтуға. Ойбай, сен Түркістаннан келген адам емессің бе сен? Имам Бұхари сендер жақта ғой, Қожа Ахмет Яссауи сендер жақтан ғой, сен неге сұрайсың? Мен ол кезде хабарым жоқ 98 жыл, мен қайдан білемін? Сөйтсем, расында да олардың түбін қазып сұрасам, бүкіл ілімді, исламды біз Бангладешқа бізге келіп, Индияға үйреткен сендердің аталарың ғой деген Түркістанды Қожа Ахмет Яссауиді сол біліп отыр. Мен о тек атын естіген болмаса хабарым жоқ, ойлаңызшы қандай таным. Енді осынша 30-40 жылдың ішінде біздің танымымыз неге осынша деңгейде қалып қойды? Соған таңғаламын. Саяси ислам атын жамылған бәлекеттер ғой, өзгертіп жіберген. Бәлекеттер, бірақ халықтың да өзінің бір ізденісі болу керек қой. Біз недеген бір ізденбейтінін. Саят мырза қарашы, мысалы, кешегі қызыл коммунист, құдайсыз большевиктердің өздері балаларына Қожа Ахмет деп атын қойғанын талай білеміз ғой, мысалы. Сонда ол ана түпкі санадағы анау ұлық әулиеге деген құрмет, мысалы. Енді соны шайып, қазір кез келген сайтан сақал жаңағы лас аяғымен кесенен тебетін жағдайға жетті. Төбесінде мініп тұрып, мен Яссауидің басына мініп тұрмын деп, жаңағы өзі соны жария қылатын жағдайға жетті ғой, мысалы. Құдай сақтасын. Енді соған жеткізіп отырған мынау арам күш қой, ішпен жалғасып кеткен, ішті сатып алған, көп шеті жоқ қаражатпенен ішімізді лайлап, ең биліктің жоғарғы, мысалы, сатысында отырған адамды сатып алып, сол ақшаменен өзі талай рет айтқан. Біздің темірқазығымыз Қожа Ахмет Яссауи деп Назарбаев талай айтты. Анау жазылған еңбек кім жазып берсе де, сонда тұр тасқа басылып, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Сөйтеді де сол жолға шабуыл жасайтын нағыз қара балта болып шығады. Енді мысалы тағы бір нәрсе, мысалы Саят мырза кеше осы Шопан ата Бекет ата ағасына шақырылды. Бірақ маған жеткен ақпарат бойынша президент әкімшілігімен бір жерден келсе келсін, бірақ Саяты бұрай сөйлемесін деген пәрмен келеді. Сөйтіп, әлгі Сәттіғұл атамыз айтқан, Шабалмай қайтып, баяғы декадаға барып тұрып Мәскеуге. Неге қатыса алмай қайтып, содан жыр шығарады ғой, Шабалмай қайтты, тарланың ішімде кетті арманым. Шабалмаған себебін ана кісіден көремін деп. Бөліп те тастау жөн бе екен Батыс Қазақстанның көлемін деп. Сол айтқанда бұл жолы Батыс Қазақстан емес, Шығыс Қазақстанның көлемін мына кісінің кәләми өлеңін бөліп тастап, кесіп тастап отыр ғой. Ал енді осының артында, демек ол жерде де әлі сол ана жат күш, жат идеологияның біздің тұтқасын ұстап отырған әлгі жат салафилік, одан кейін оған жалғасып бірігіп кетіп отырған, тұтасып кетіп отырған басқа да бәлекеттердің адамдары ұстап отыр деген сөз ғой әңгіменің шыны. Оны несін жасырамыз? Болып жатқан жағдайды жасыра берудің, қамтай берудің енді қажеті жоқ. Себебі біздің олардың саясатын біздің біліп отырғанымызды көрсін, естісін. Біз біліп отырмыз оны. Оның артында кімдер тұрғанын да, аты жөні, фамилиясын да білеміз. Кезі келгенде айтылады оның бәрі, жазылады оның бәрі. Біз мына халықты ояту үшін оны айтуға мәжбүрміз. Енді әңгіменің басы мейманнан басталды. Мейман сыйлаған еліміз ғой. Енді манағы әулиелік ғылым өзің қойдың ғой. Не деп? Сол сұрақты қойдың. Ғылым не қыл дейді бұған? Енді біз ғылымға сүйеніп тұрған жер шары қазір сол мына. Қазір енді Светқали ағамыз ақын, шайыр, бұл кісі сөздің адамы, бұл кісі эмоцияның адамы. Ал сіз кәдімгі суық ақыл, бүкіл нәрсені қолмен ұстап, көзбен көріп, және дәл сол қолмен ұстап, көзбен көріп, тәжірибеден атқарған уақытта қайталанатын, дәл сол қайталанғаннан кейін сол нәтижені қайталап көретін болсаңыз, соны ғылым деп аласыз.
Яғни ғылым болғанда солай ғой. Бір нәрсені сіз қайталасаңыз, бір нәтижеге жетсеңіз, екінші рет, үшінші рет, бесінші рет, 10-шы рет қайталаған уақытта сол нәтижеге жетіп тұрсаңыз, сол кезде оны ғылым деп айтады, оны таниды солай, сосын соны ары қарай зерттеп, нақтылап береді, формулаларына салып. Енді сізге қойылатын сұрақ. Сіз руханиятты, оның ішінде әулиелердің кереметін, біздің қазіргі ертегі деп айтып жүрген, сенейін ба, сенбейін ба деп ойлап жүрген нәрселерге ғылыми көзқараспен қалай жауап бере аласыз? Мен соны, менің дайындап келген баяндамам сол туралы болған. Негізі өйткені білдім, сен ғалымсың, мына жерде неғып жүрсің, сен ғалым адам жүретін жер емес қой. Ол негізі Бекетатан конференциясына жасалған баяндама болатын, бірақ ол баяндама әлі оқылмай, әлі айтылмай, мінберлерден тыңдалмай шықпай жатыр. Ал айтыңызшы. Жалпы мынандай бір қызық нәрсе. Мына кісінің, жаңа сен айтып отырсың, бұл кісі ақын адам, эмоциямен сөйлейді. Мына сен ғалымсың. Бұрын бізде қазақтың түсінігіне ондай бөлушілік болмаған. Болған жоқ. Жаңағы бағандан айтып отырған сөзінің бәрі бұл ғұламалардың сөзі. Бұл ғылымның тілі, ғылымның сөзі. Эмоциялық емес пе? Эмоциясыз сөз, эмоциясыз ғылым. Ол жаны жоқ ғылым. Жаны жоқ ғылым дейді. Абай атамыз неге айтады? Ақылмен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз. Кәдімгі 360 тамырыңды соқылдатып, иітіп сөйлеген сөз, бар тамырды қуалар деген Абайдың формуласы. Біз соны қалай, неге ұмытып қалдық? Жүректі оятатын формула ғой. Жүректі оятатын формула. Ғылым атаулының барлығы керек. Өлі жүректі тірілтетін. Жүректі тірілтетін ғылым болса, ол ғылым. Біздің қазіргі ғылым деп жүргеніміз, Абайды жақсылап оқыңыз, оның бәрін Абай тек өнер деп айтады. Мысалы, робот жасау, мысалы, жасанды интеллект жасау, жұрттың бәрі ойбай керемет технология ғасыр. Осы технологиялардың барлығы Абайдың тілінде өнер деп айталады. Сондықтан бұрынғы шал кемпірлеріміздің бәрінің айтатын сөзі сол. Бұны өнер дейді. Ғылым тәнсіз зат жоқ дегізді. Жаңағы құрымға арналған сөзде ісілеу айтып тұр ғой. Алым бар деп. Алым. Аға біз екеуміз киіп кетіп, бұл кісіні сөйлетпей жатырмыз. Сөйлетпей жатырмыз. Бұл жаңағы, менде тағы да бір сөйлеп кетсе, одан кейін кіремей қалам ғой ішіне деп сөйлеуге асығып жатқаным. Мына расында мысалы, неге Маңғыстауда осыншама зікір ғылымы, Яссауи атамыздың ғылымы соншалықты жақын және соншалықты әрбір қай ақынын жаңағы 7 қайқы дейсіздер, 5 жүйрігі дейсіздер, мысалы қайсысы болсын осы ілімді айтады тастамай. Неге? Мысалы сыр өңірі, жаңа бар айтылды сыр өңірі, мына кісіге жақын сыр өңірі. Енді бұл кісі сыр бойынан білім алған. Мысалы қазір ол кісіні айтып бастаса, бұл бір подкаст емес, тек сыр өңірінің сыр мақамдарын, жаңағы сондағы зікір ілімі, Қожа Ахмет Яссауи ілімі туралы не айтылыпты десеңіз, таңды таңға ұрып 10 хабар түсінуге болады. Қара сақал Ерімбет айтады ғой, 7 жаста жөн айтқан, Нұғман басшы данамыз, Қожа Ахмет Яссауи біздер де қоңсы қонамыз. Соны, осы нәрсені жаңа айтып отырған идеологиялық жаңа шарпысу, бұл бүгін болып жатқан нәрсе емес. Бұрында солай болған, сол айтыстың, сол тартыстың, былайша айтқанда өтінде және негізгі қауіп, мысалы, христиан дүниесінен, я болмаса Қытай жақтан келмеген, ол жақта бәрі түсінікті. Біз себебі иманымызды қорғау керек болды. Мысалы, жаңағы профессор Тұрсын Жұртбай ағамыз айтқан сияқты, біз Дарул Исламның бір бөлігі едік, ислам әлемін сақтап тұрған жалпы түркілердің миссиясы сол еді. Осы түркі әлемін сыртқы дұшпандардан қорғау. Ана бейбарысты айтсаңыз да, ислам әлемін қорғау. Ислам әлемін қорғау. Жаңа Қабанбай, Бөгенбай, Абылай дегенде біз солай түсінуіміз керекпіз деп дұрыс көзқарас айтады. Назира Нұртажина профессор ол кісі де айтады, мысалы тарихшыларымыз. Сол сияқты негізгі қауіп ислам атын жамылған нелерден келген. Сол себепті біздің оңтүстік өңірменен мына Маңғыстау, жаңа сыр бойы, одан кейін мынау Қарнақ медресесі, Шорнақ медреселері тұрған Түркістандағы осы сол маңайда. Мына кісі оқыған. Бұқарадағы Көкілташ медресесі мысалы. Көкілташ медресесі. Сосын мынау Мир Араб, мына жақтағы біздің Исматулла Қаридің ұстазы Мұхаммад Атаулла Файзани деген кісі, ол Гераттық мектептің өкілі болып есептеледі. Сол Гератыңыз, Хорасан бәрі бір кеңістік бір ареал болып есептелген. Қазір біз ойлаймыз, ол Ауғанстан деген бір айдалада жатқан бірдеңе, Самарқан деген ол да сондай.
Мысалы қарасаңыз Оралдан Оралға Алматыдан Мәскеу жақын ғой, сол сияқты қарайтын болсаңыз Дели әлдеқайда жақын. Сіздің осында Маңғыстауға ұшып келгеннен маған Делиге ұшып барған жақынырақ мысалы. Сол себепті сол ұғым түсініктің бәрінің аясы таралып қалған. Жақсы, жарайды. Енді мысалы жаңағы ғылым деген нәрсеге келейік. Таза қазіргі айтылып жүрген ғылыми тұрғыдан Бекет атаның феноменін түсіндіруге бола ма деген сұрақ. Ғылыми тұрғыда, физикалық тұрғыда, квантовый физика дейсіз бе басқадай. Ғылымның жауабы, нанбасаңыздар ChatGPT-ден сұраңыз мысалы. Бұл феномендерді түсіндіру мүмкін емес. Мүмкін емес болған кезде ол жерде бұл ғылыми емес деп ойлайды жұрттар барлығы. Бұл ғылым бұл жерде мойындайды өзінің бұл сұрақтарға жауап бере алмайтынын. Дәрменсіз екендігін мойындайды. Сондықтан бұны метафизикаға жатқызып қояды, феноменологияға жатқызып қояды, эзотерикаға жатқызып қояды, бірақ ғылымның шеңберінде, себебі қазіргі заманда қалыптасқан ғылымның методологиясы, әдіснамасы, тұғырнамасы тұрғысынан қараған кезде бұл сұрақтардың өзі тіпті ғылыми емес, ненаучный болып есептеледі. Сенсең сен, сенбесең қой дегенге алып келеді. Ал шын мәнісінде біздің аталарымыз сенген ғылым ол басқа ғылым. Біздің аталарымыз тұтынған ғылым ол басқадай ғылым. Бұны Шәкәрім ата да біліп отыр. Жаңағы жаңаны көрсе жүгірген, ақылдан әбден түңілген. Баяғы Конттың сөзі еді деп, Огюст Конттан басталған позитивизм деген нәрсе. Жалпы метафизика деген нәрсені бөліп қарастыру ғылымнан сол кезде жасалған батыс ойшылдарының тырнақшаның ішіндегі ойлап тапқан әдісі. Ол ойшылдарға қарсы шыққан Еуропаның өзінде ғалымдары өте көп болған. Эйнштейннің өзі метафизикаға өте жақын болған. Макс Планкты ешкім білмейді, бәрі Эйнштейн дейді. Мысалы, оның ғалымдығы Эйнштейннен артық деп айтса да болатын ғалымдары бар. Олар жаңағы осы Айнен Уненличлен Гайст, бұл шегі шеті жоқ бір шексіз ғылымның иесіне бағынып тұр, мына ғаламның барлығы деген мысалы пікірлерді айтады. Сонда жаңағы Огюст Конттың істеп кеткен несі, жалпы өзі психикасы онша дұрыс адам болмаған. Әйелін өлтіріп тастағысы келген суға батырып, жаңағы неге, көлге. Содан жаңағы Конт, психически жаңағы жындыханаға тіркеуде тұрған 10 жылдан артық. Бірақ соның айтып кеткен, ұстап кеткен жаңағы ұстанымдары мына материалист ғалымдарға өте тиімді, өте жақсы көрінгенде, сол кісіні насихаттап алып кеткен. Не дейді ол? Мысалы, бір затты зерттеу үшін, мен бұл зат неден жасалды, бұл неше килограмм, тоқ болатын болса, бұл неше вольт, сол сияқты ұзын болса қанша ұзын, километр ме, метр ме, нанометр ме, өлшеуге болатын нәрсе болса, соны зерттейміз, ғылым деп айтамыз. Одан басқаның ешқайсысы ғылым емес дейді. Тоқтай тұрыңыз, онда ақыл деген нәрсе бар ма, бар зат па? Бар зат па, жоқ нәрсе ме ақыл деген? Сіз Сталинге байланысты? Жоқ, мен сізге сұрақ қойып отырмын. Ақыл деген зат бар ма? Бар. Бар. А онда оны немен өлшейсіз ал? Километрмен өлшейсіз ба? Сәкеңнің ақылы 10 километр, менікі 23 метр бола ма? Грамдап. Килограммда өлшеу керек. Мысқалдап, батпандап өлшеу керек шығар. Мысалы, неше тонна сәкең ақылы? Менікі неше грамм? Кешеден тонна болмайды ғой. Ол үйтіп өлші, әлде ол ыстық па? Температурасы қандай оның? Әлде суық па? Көлемі қандай, е? Ыстық зат па? Ақыл деген суық зат па? Формасы қандай? Жоқ, әлде ол үшкір зат па? Я болмаса домалақ нәрсе ме? Тіпті есі ақылы дұрыс адамның ақылына сыймайтын нәрсе ғой. Мынау ғылым емес деген. Бұл біздің Шәкәрім атаның сол ана методологияны Еуропаға жаңа еніп жатқан кезде бұның түбін, тамырын түсініп отырғандығы таңғалдырды. Біреулер айтады, сен Шәкәрімді физик жасама. Мен физик жасайын деп отырған жоқ. Мен ол кісінің ана сау ақылға жүгіну керек деген кезде, біз сау ақылға жүгіну керек деп ақылмен ғылым, қазіргі ғылыммен түсіндіре алмайтын нәрсенің бәрін сызып тастаймыз. Керісінше сау ақылмен түсіну керек деген жаңа ғана Абайдың айтып отырған несі. Бұлардың негізгі Абайдың да жаңа ойшылдығы, Абайдың да ғылымы, Шәкәрімнің де ғылымы, осы жүректің ғылымы, басқа ештеңе. Анық байлық жүрекке біткен өнер. Білімдінің бәрі де соған төнер дейді. Себебі бүкіл білімді ғұлама атаулының бәрі осы жүректе не бар?
осыдан бір нәрсе табу керек. Бүкіл сырдың бәрі. Енді қазіргі физика айтып отыр, дүниенің, әлемнің ең үлкен жаңалығы ақыл деген нәрсені түсіндіру. Ақылды сананы ешкім түсіндіре алмай отыр. Соншалықты шатасып түсініп отыр, ана чат GPT-ді ақыл деп есептеу керек па, сана ма, ол сана емес па деп күні-түні дауласып отыр, өзіңіз жақсы білесіз. Білдіңіз ба? Сондықтан бұны түсіндірген кезде Рудольф Отто деген кісі болған, Das Heilige дейді, святое, қасиет. Егер біз қасиет кие, мысалы, жаңа Бекет ата туралы ғой сұрақ, ол нәрсені алып тастайтын болсақ, онда біз қазақ болмаймыз. Мысалы, айтады, сен қасиет кие, ол оны жаңағындай физикалық приборлармен өлшеп көруге, сезуге материальный зат емес, сіз ғалым адамсыз, қандай кие туралы айтып отырсыз. Оны қасиет кие дегенді алып тастаңыз, сіз қазақ болмайсыз. Себебі Бекет атаның жасаған ерліктері, ол кісінің кереметтері біздің Шыңғыстауда Құнанбай атамыз жасаған, я болмаса Тұңғышбай Ешен жасаған, я болмаса сыр бойында қанша әулие өтті. Қай қазақтың қай руы, қай елін алсаңыз да барлығы соның 100 түрлі дәлелін, я бізде де ата болған, осылай 1000 жылқыға арқасын тосқан деп, мысалы Өтеген қожаны, Өтеген қожа, Сарғалдақ Қараменде бидің пірі ұстазы Айрық деген жерде мынау Ақтоғай жақта жатыр, мысалы. Болмаса Сарғалдақ бидің жасағандары, Тұңғышбай Ешенің жасаған кереметтері, Абайды апарып сол кереметтер арқылы біріншіден әрберден соң сол кісінің түсінде көріп, кімнің Ибраим атаның басында Түркістанға зиярат қылып жүріп, Сайрамда Қожа Ахмет Яссауидің әкесінің Ибраим шайхтың зиратында зиярат қылып жүріп, түс көріп, Ибраим деп Абай атамыздың атын қойып жүрген сол кісі. Қай жағынан алсаңыз да бізді осы Қожа Ахмет Яссауи өліміне жалғайтын. Енді қазір енді жарайды, ол басқаны былай қояйықтағы шығыстану ғылымына келетін болсақ, олар айтады, сендерде қазақтарда бәрі жақсы екен, бірақ дерек көздері жоқ екен, жаңағы туған өлген жылы деген нәрселерден басқа нақты болған оқиғаларды сендер аңыз күйінде жеткізіпсіңдер. Сондықтан ол ғылыми болуға жарамайды деген нәрсені қазір енгізіп жүргендер бар, мысалы. Кешірерсіз, ол әңгімелердің барлығы болған, бұл сакрализация дейді. Қазақтар біздің өзіміздің санамыз, біздің ойымыздың формасы, ойлау формамыз сол қасиетті деген нәрсені алып келу, киелі жасау. Мысалы, қаншама адамның жасаған қателіктері болуы мүмкін. Бірақ жақсысын асырып, жаманын жасырып деп, мысалы, ол кісі әулие болған деп, соны халыққа, елдің санасына сол жағын жеткізуді мұрат еткен халықпыз. Сондықтан бүкіл біздің тарихымызды одан бөле алмайсыз. Ал енді феноменология деген келетін болсақ, жаңа кім деген, Рудольф Отто деген кісі негізін салып бастаған, Уильям Джеймс деген кісі болған, noetic quality дейді, ноэтика деген ұғымды енгізген, das numinose дейді. Мысалы, кеше Тобықты деген жерде, мешітте, ол жерде қабір жоқ, басқадай бір қорым жоқ, әдетте ондай жерлерді, солай ғой. Барма деп сұрадым, сәкеңнің жоқ деді. Жақындап келгеннен әсері. Адамды баурап алады, кеткің келмей қалады. Соны европалықтар жазып отыр. Осыдан 120 жыл бұрын жаңағы Рудольф Отто деген кісі жазып отыр. Мен кеткім келмейді мына жерде деген сезім адамды билеп алады. Сосын жаңағы Ньюбер деген кісі айтады, мына адамның жоғарғы төбе бөлігіндегі мидың сол кеңістікті түсіну деген. Кеңістік деген сезім жоғалып кетеді ол жерде дейді. Мен бір шексіз бір нәрсеге жалғанған сияқты болам дейді. Европалықтар жазып отыр. Сосын мынау маңдай жақтағы жаңағы мидың қыртыстары, олар фокусировка, внимание. Мысалы, бір нәрсені ойланған кезде, мысалы, адамның өмірінің таңертең ояндыңыз, кешке ұйықтадыңыз ғой. Сіз ойлап жүрсіз ғой, ол қазір біз современный адамдармыз, біз жаңағы ғылыми мышлениемен жаңағы сондай стильде ойлаймыз. 98% уақытыңыздың ұйқыда өтетінін білесіз бе сіз? Сіз машинально, былайша айтқанда, күнделікті үйреніп қалған бір нәрселерді жасайсыз, шын мәнісінде активно ойланып, мен не істеп жүрмін деген сұраққа сіздің ойлануға негізгі уақытыңыз жоқ. Ал ана неде, жаңағы әулиелі жерде, именно маңдай жаңағы бөлігі адамның миының сол фокусировкаға, аналитикалық
бір нәрсенің тереңіне түсіп ойлауға жауап беретін бөліктері оянады деген нәрсені нейрофизиология, қазіргі мына психология, когнитивтік психология ілімдер, солар қазір жаңа өздері айтқандай ғылыми өлшеуіш приборлармен өлшеп, соны жаңағы жеткізіп, аяғында мынандай тұжырымға келеді жаңағы когнитивный психологияның адамдары. Адамның миы сол үлкен шексіз бір ақыл есі деген нәрсеменен байланыс жасау үшін сондай мақсатпен құрастырылған деген. Бұл сізге қазіргі заманның приборлармен, сенсорлармен өлшеп зерттегендегі несі, келген қорытындысы тұжырымы. Енді мына жүректің ішінде тағы бір ми бар екен деп жүр ғой. Адам мына шәкәрім айтатын түбі жүрек болады, мида басы. Бұның да дәлелдері осы когнитивтік психологиядан қазір шығып жатыр. Қысқаша айтқанда осы. Ғылым, қанша жерден ғылым болса да, сіз не үшін өмір сүріп жүрсіз деген сұрақ ғылыми сұрақ болып есептелмейді. Қазіргі заманның ғылымының өзін соншалықты шектеп тастағандығы, материалистік ғылыммен. Сен егер не үшін өмір сүріп жүргеніңді білмесең, онда сен бар болғаныңнан не үшін келдің? Сен алдымен бірінші адамның ойланатыны сол ғой. Осы жасап жүрген тірлігім бәрін мен не үшін жасап жатырмын? Жалпы адам дүниеге келуінде мақсат бар ма? Мақсат жоқ деген нәрсені жалпы қоғамға енгізіп үлгерді. Бүкіл болып жатқан бақытсыздық, бүкіл болып жатқан келеңсіздік осының түпкі себебі осы. Жаңағы біздің қазақтың дәстүрлі ойлау мәдениетінен ажыратып, материалистік, позитивистік жаңағы нені ойлау жүйесін алып келгендіктен. Мысалы, Эйнштейнді айтайық, жақсы Эйнштейн. Уақыт деген иллюзия дейді ол айтады. Уақыт деген жоқ шын мәнісінде. Ол біздің көзімізге көрініп тұрған бір түс сияқты бір нәрсе дейді. Мысалы. Енді материалистік ғылымға сүйеніп, физикаға сүйеніп, химияға сүйеніп, биологияға сүйеніп, қай ғылымға сүйенсең де, сен уақыттың иллюзия емес екенін, және мына өмірдің матрица емес, жалған емес екендігін түсіндіруге бола ма деген сұрақ қойыңыз. ChatGPT-ден сұраңыз, қазір сұраңыз, қосып алыңыздар. Ол сізге жауап береді. Бұл сұраққа ғылым жауап бере алмайды. Яғни бұны жоққа шығара алмайды деген сөз. Сонда менің бір кітабым бар, таяуда шығарам соны. Ғылыми технократияның шығарған 9 мифі. Және сол мифтер арқылы жалпы халықтық сананы бұлар қалай басқарып отыр. Бұл адам ойлап шығарған басқару жүйесі емес. Бұл басқа қаралбастының басқадай әдістер арқылы адам баласын билеп отырған, сол үшін ойлап шығарылған заттар екендігі. Бір сұрақ туады. Сонда ертеңгі біздің күтіп отырған мағдауияттың алтын таңы осы бәлені бұзады ғой, осының бәрін ішінде. Осы қаралықтың тасталқанын шығарып, ақиқатты шығарады деген кезде осы нәрсе сіз қандай түрмеде отырғаны адамзаттың сол кезде белгілі болады ғой. Сол кезде шын мәнісінде бұл сананың түрмесінде отыр. Абайды оқысаң солай болып шығады. Ана Бекет атаның істеген істеріне қарап отырсаң сондай көзқараспен қараймын. Кеше анау халық қуанып жүр, енді тойлап жатыр, ас беріп жатыр, ықыласымен, ниетімен қызмет қылып жатыр. Бірақ осының қаншалықты маңызды екендігін, қаншалықты біздің осы түрмеден, сананың түрмесінен шығу керек екеніміз, қаншалықты кісенді үзіп кету керек екенімізді түсіне ме екен мына тойлап атқан халық, түсінбей ме екен деген сондай ойда жүрдім кеше. Әлгі үйренген үлгі жолы бар, Құлғожа Ахмет тақсырдан деп келеді. Ең соңында Ақтар атамыз айтады ғой. Солардың үлгі жолымен Бекетім шықты, дін түзеп, көкірек көзін аштырған. Дін түзеу деген мәселе сол. Бәрі жаңа осындай болып бұзылады, сол кезде түзеуші келеді. Оғыстың рухани сол заманның патшасы болатыны себебі сол ғой. Содан кейін ол кісі бірдің басы соңы болып жүргендер. Көкірек көзін аштырса, ол ғылым, көкірек көзін аштыра алмаса, ол ғылым емес қой. Зұлым. Ал көкірек көзін аштыратын не нәрсе? Неге біздің санамыз байлаулы, тұсаулы? Себебі оның құралы, оны бүкіл аталарымыз бәрі қолына ұстатып кетіп тұр ғой. Жаңа Әбубәкір Кердері атамызды айтып отырғанда ойыма келді. Бұрынғы шайхи имамдар, ислам дінінің айласы, солардан кәміл табылған шайтанның өлмек айласы. Зікір, тасбих, салауат.
міне сенің приборларың, міне сенің қаруың. Ібілістің тәніне шаншатығын найзасы. Кешірерсіз, осындай сөз Гетеден маған тауып беріңіз. Я болмаса Пушкиннен тауып беріңіз. Басқадай ғылым таба алмайсыз. Мынау кім ағамыз, Смағұл Елбай ағамыз. Сол кісі жазды. Мынау Ницше келген кезде Құдай өлді, енді адам азат деген нәрсені. Астапыралла деп шошып кетті, ана ақсақалға айтып едім, Құдай өлді деп жазған ба, бұл не деген сұмдық. Енді адам азат болды, демократия болды. Шайтанның құлдығына түсті деген сөз ғой. Бұлдың ар жағында тылсым күштер тұр ғой, солардың ақырындап жайлап алып келіп, бізді құрту үшін, санамызды тұсау үшін жасап отырған несі ғой. Енді қазір 21 ғасыр ол олман шайтанның ғасыры болады деп айтты, айтқанындай Олимпиада болды дағы. Жаңағы бір жыныстылықты деген үлкен төрге шығарды. Еврейдің бір адамы, ғалымы сөйлеп тұр, еврейдің. Бұл жаңағы Макрон беді президенті, бәленбай 90 неше елді Олимпиадаға қатысқан. Бәрін түгел күнәға батырды, мен шошайын бұның аяғы не болады екенін деп еврейдің ғалымы айтып тұр. Айырмасы болмады, шайтан мен адам жұпталып. Құдас Досымұлының айтып тұрған сөзі тап сол сөз. Және деді, бұл үшін енді бәрі жауап береді. Бұлар Құдайдың бетіне түкірді дейді. Жаңағы ғалым айтып. Аяғы Шәддат залымның Құдайға соғыс ашқанымен тең оқиға ғой. Соған және қаншама халықты ортақ қылып қойды сол қорқынышты нәрсеге. Деп, солай деп ұйғарым жасады. Енді бұдан артық қандай басқа қара күштердің несіне дәлелі керек. Дәлелі керек. Осыны жаңағы сосын Смағұл ағаға мен жаздым. Енді оны жариялауға енді жас үлкен кісі ғой ағамыздың деп неғылып едім. Жаңа Сәкен айтып отыр, айту керек қой бұл. Сіз жақсы, біз сол ібілістің жоспарыменен біздің даму, прогресс деп айтып жүрген жолымыз сол сценариймен кетіп бара жатқанын айттыңыз, диагнозды қойдыңыз. Енді оның емі қазақта ғана бар ғой. Басқалар бәрі ұмытқан ғой. Зікір таспиқ жария мешіттің ішін өткен жаңағы шайтанды өлтіретін, белін сындыратын нәпсі деген жауызды оңбағанды орнына қоятын оның құралы бар екендігін жазып қалдырған бүкіл қазақтың қай руының, қай елінің ғұламасын, әулиесін сөйлетсеңіз де бәрі соны айтып тұр ғой. Осы бізде бар, әй немістер бізден келіп үйреніңдер, ағылшындар бізден келіп үйреніңдер деп неге айтпадыңыз деген. Кешегі конференциядағы Яссауидің жолы 500 жыл бұрын тоқтап қалған. Содан кейін Жахри тарихатқа нүкте қойылған деген сияқты әңгімелер, бұны айтып кеткен ғалымдар бар. Енді ол тоқтап қалатын жолға анау миғражда тәніне жаны кірмей тұрып, рухын көріп келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аманат құрма жолдамайды ғой енді әңгіменің шыны. Егер ол аманаттың иесі болмаса, сенің компьютермен жасап алған тарихат тізгінің деген шірік жіп қой, ол шынжыр емес мысалы да. Енді сондағы жаңағы ақиқат Жахри зікірге балта шабылғаннан кейін, Алланы жария мадақтауға балта шабылғаннан кейін, бүкіл фитна, фасад, күнә жарияға шықты дейді. Міне мәселе қайда жатыр? Шайтан мен адамды жұптаудың негізгі қадамдары осылай жасалған екен ғой. Енді сіз ойлаңызшы, Яссауидің жолы, атамыздың жолы ұстаған хақ па, хақ емес пе? Әлде адасушылық па? Енді мадам берген айтып отыр. Егер ол хақ болатын болса, ол қалай ол тоқтап қалады? Соны айтам ғой енді. Ол соны айтып жүрген ғалым сымақтардың соған миы жетпегесін, оның ғалымдығының қандай құны бар? Қандай құны бар? Ол егер ақиқат нәрсе болса, ол қияметке дейін үзілмейді. Жоқ, адам мына қужанынан қорқып, ана көріп тұрған ақиқатқа қалай қарсы шыға алады? Мен оны түсінбеймін. Мен қарапайым, мен теолог емеспін. Жаңа Елдос айтқан, мен бір эмоцияның ғана иесімін. Және жаңа сен айтқан тонн емес, грамм миы жоқ, бүкіл қазақтағы, адамзаттағы өзін кешіретінде мойындаған жалғыз адаммын мысалы да.
менің миым жетіп отқан олардың жетпесе сонда ол дәрежесі миының салмағы өте әлсіз бе қалай не болып кетеді әңгіме. Ал осы нотада жүректің ақыл суаты махаббат қылса тәңір үшін депті Абай атамыз. Сонда ол Аллаға деген махаббат жүректі жаңағындай фікірменен суару және зікірменен тазарту. Сонда міне өмір қарулы деген жатыр мына жерде Тұщыбекте атамыз. Қырымқұл деген елден шыққан, 40 би шыққан, қара қылды қақ жарған ел билеген адам. Өте және ғаламат мына Тәжі сұлу күмбездері тұр сол кісінің қолынан шыққан. Кәдімгі жаңағы бір тамшы неменен сумен жұтып жіберетіндей сұлу күмбездер салған шебер. Сол кісінің жырында бар Алланың асыл құлдары зікір етіп зарлаған, пікір етіп барлаған. Бірінші зікір етіп зарлайды Алланы, сосын барып пікір келеді. Пікір етіп барлаған, шүкір етіп шыдаған дейді. Содан кейін бар. Өз нәпсісін сынаған, сөйтіп хаққа ұнаған дейді. 6 жолда 6666 аяттың мағынасы тұр, сыйып тұр мысалы. Міне Тұщыбекте жатыр. Нанбаса барып сұрасын. Мынаны өмір қарулы мырза ақсақал сіз жаздыңыз ба, шығардыңыз ба, Светқали шығарды ма деп қабірін ашып сұрасын, шарғасы жетші. Енді біз сұхбатымызда біраз нәрсенің басын айқындаған сияқты болдық. Біздің қазақ жырауларындағы, ауыз әдебиетіндегі, ақындарымыздың қалдырған мұраларының ішіндегі зікірге қатысты нәрселерді халыққа барынша айтуға тырыстық. Саят ағамыз ғылыми бағытпен келіп түсіндіруге тырысты. Біздің енді әңгімеміз жалпы халыққа пайдалы болады деп сенемін. Енді негізгі ұққанымыз күнкөріс үшін жасалып жатқан нәрселердің бәрі де, күнкөріс үшін үйреніліп жатқан, күнкөріс үшін зерттеліп жатқан нәрсенің бәрі ол өнер болады. Оны Абай атамыз бекітті, ғылыми бекіттіңіз. Ал негізгі ғылым көкіректің көзін ашу, күллі дүниеге махаббат шашу, Құдайды тануға қатысты болса, ол онда ғылым. Кешегі мысалы Бекет атаны адайдың емес, бүкіл жалпы алаштың керек болса адамзаттың бекеті ол. Өз заманының патшасы болған, патшалық екеу. Руханияттағы бар және мына материалдық мағынадағы. Себебі сол кездегі сананың, ақылдың, ойдың, руханияттың шаруаларын жасаған қайраткерлер болған. Соның дәні осы жақта егіліп, осы жерде нақты практикалық жұмыс жасаған. Қанша жерде жер асты мешіттері? Толық аяқталған жоқ, бірақ менің білуімде 7 жерде. 7 жерде. Соның біреуі ғана. Сондықтан ал енді бүкіл бірлік қайдан келеді? Ол жүректің бірлігінен келеді. Жүрек бірікпей, ине ілікпейді деген нәрсе, ой бірікпей, сана, пікір бір болмай, сіз бірлік туралы қанша айтсаңыз да ол бір бола алмайды. Себебі мына кісінің шаруасы өзінің шаруасы, менікі өзімдікі, үшеуміз үш жаққа кетеміз мысалы. Менікі өнер дейсің де сен кетесің, менікі ғылым деп. Жоқ, бұның барлығын біріктіреді сол ілім. Сол себепті кеше біз түріктерге барған кезде, жаңа сіз айтқан Қожа Ахмет Фақихтың да басына бардық, зиярат қылдық, жаңағы Шамс Табризидің бәрінің басында сол жердегі сол ой үстем тұрды және түріктер соны айтады. Түбінде біз бірігетін болсақ, осы Қожа Ахмет Яссауи бізді біріктіреді деп. Неге? Себебі ол жүректерді бір қылып біріктіретін, мына дүниенің басқадай әртүрлі нәпсінің қалауларынан шығарып, сол жүректі өзінің түп негізіне жалғайтын, сол бір ғана зікір. Ақырда жанатын дінімнің жұлдызы деген ғой бұл кісі туралы. Ақыр деген қазіргі біз бірінші ақыр заманда өмір сүріп жатырмыз. Осы кезде бұл кісінің жұлдызы жанат. Міндетті түрде жанат. Сол кісінің жаңағы Сана Таушанұлы деген, Бейсана деген әкеміз айтатын. Ержан Қазіреттің өз аузынан естіп едім. Сол Яхуди 71-ге бөлінеді, христиан 72-ге бөлінеді, ислам 73-ге бөлінеді. Біреуі ақиқат жол болады. Әзірет Сұлтанның жұлдызы жанат, Әзірет Сұлтанның жаңағы Абдул жамағаты, мен о жерін анық түсіне алмадым, Абдул жамағаты дүниенің тұтқасын ұстайды деген. Айтатын Ержан Қазірет деп, естіп құлағыммен деп өзі айтатын.
Сәке, мен жас кезінде шетелде көп жүрдім, Германияда жұмыс істедім, сонда мұсылмандардан сұрайтынмын, өзім намаз жаңа үйреніп жүрмін. Неге біз мұсылмандар күлкі болдық әлемге? Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мынау қазақ неге мұнанша масқара болып, осындай жағдайға жеттік біз деген кезде ешқайсысы маған соның сұрақтың жауап бере алмады. Бір тәжік жігіт айтты. Осы мынау жүректің ілімін ұмытқанбыз ғой біз деген сөзді. Соған мен қанша жылдан кейін осы нәрсеге әбден менің жауабым нақты бар. Қазір Қазақстанда қайтып көтереміз, қайтып әлемнің алдына шығарамыз деген кезде бұл оп-оңай нәрсе. Бұл Құдай берем десе Құдайға бар ғой, бұл бір секунд дегенде түк емес, қас-қағым дегенде түк емес. Жарты жаңқа нұрын дүниеге шашып жіберсе 18 мың ғалам кәдімгі парлап қоя бермейді. Сіздің жүрегіңіз тірілсе, сол кеше сіз айттыңыз ғой, мынау жаңағы билердің алдына мына орыспен соғысамыз ба, не қыламыз деген кезде 40 жыл ілім үйретемін деп айттыңыз ғой. Маяның ұлы Бәйменбеттің сөзі ғой. Ал енді әңгімені бір нетейік. Әңгімемізді тұжырымдаған уақытта жаңағы айтып отырған ғылым не, өнер не, әулиенің кереметі не нәрсе, ол әулиенің кереметі өмірдегі мақсат не? Өмірдегі мақсат не, әулиенің кереметі қандай жолмен келді, жүректі қайтып тазартты, осы мәселені біраз талқыладық. Әңгімеміз халыққа жұғысты, сіңісті болсын, сеніміз үзілсін, ыдыраған руханиятымыз түзілсін. Әумин. Айтқаның келсін, сананың кісені үзілсін. Сананың кісені үзілсін.